Біріншіден, кім Құдайдың құзырында өзінің дәрежесінің жоғары болуын қаласа, онда ол міндетті түрде пайғамбарымызға еру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға ермейінше адам баласының, мұсылманның Құдайдың құзырында дәрежесі көтерілмейді. Не істесең де, біздің қашан дәрежеміз көтеріледі? Пайғамбарға ерген кезде. Енді ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымызға еру екі жолмен болады дейді. Екі жолмен. Бірінші жалия, екінші хафия. Бірінші жалия дейді, яғни ашық. Ол жаңағы пайғамбарымыздың намаз оқығандығы. Біз намаз оқимыз. Пайғамбарымыздың ораза ұстағандығы. Мысал айтады, фәл жалияту кас-салати вас-сиями ваз-закати вал-хадж вал-джихаду айру залик. Яғни пайғамбарымыз істеген нәрселер. Намаз, ораза, зекет, қажылық. Яғни бұл сырттай біз пайғамбарға ілесуіміз. Вал-хафияту, яғни ол ән тағтақидал джамма фи салатика уат-тадаббура фи қираатик. Яғни іштей берілуді айтады. Ол яғни жаңағы намазды хушухпен оқи алуың. Намазды хушухпен оқи алуың. Уат-тадаббура фи қираатик. Және оқыған Құранға сен ой жүгірте алуың керек. Ой жүгірте алуың керек. Бұл сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға іштей жаңағы ілесу болып табылады.